Сәлеметсіздер оқушылар. Бүгін жаңа сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы толық ішкі шағылу. Бұл жалпы бұл тақырыппен біздер 8-ші сыныптан таныспыз. Біз 8-ші сыныпта жарықтың сынуы, шағылуы және толық ішкі шағылу тақырыбын өткен болатынбыз. Біздің тақырыбымыз ұқсас болғанменен біздің сабағымыздың оқу мақсаты сәл күрделенген болып табылады. Енді әрқайда бүгінгі сабағымыздың мақсатына келіп тоқталатын болса, яғни біздер бүгін толық ішкі шағылуды байқау үшін қажетті шарттарды анықтаймыз және оны қолданамыз, және жарық сигналдарын тасымалдауда талшықты оптикалық технологияның артықшылықтарын түсіндіретін боламыз. Ал енді бүгінгі сабағымыздың жалпы бағалау критерийлеріне тоқталатын болса, бұл толық ішкі шағылуды байқау үшін қажетті шарттарды анықтайсыңдар, және тапсырманы орындау барысында сендер осы критерийге сәйкес жұмыс жасайтын боласыңдар. Екінші, жарық сигналдарын тасымалдауда талшықты оптикалық технологияның артықшылықтарын түсіндіреді. Яғни, осы екі бағалау критерийіне сендерге сәйкесінше тапсырма беріледі. Сол тапсырмаларды осы бағалау критерийіне сәйкес мен сендерге дискрипторлар беріп қойғанмын. Сол дискрипторға сәйкес жұмыс жасайтын боласыңдар. Оқушылар, қазір тақтаға қараймыз. Бұл жерде виртуальный лаборатория. Мен осы жерде қазір сендерге толық ішкі шағылуды көрсететін боламын. Яғни толық ішкі шағылуды анықтау үшін біз әуелі нені білуіміз керек? Сол ортадан берілген заттың сыну көрсеткішін табуымыз керек, және оның шектік бұрышын табуымыз керек. Яғни оптикалық орта деген болады. Жалпы орта оптикалық тығыз орта деген болады, сосын оптикалық сирек орта деген болады. Егер біз жарықты оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек ортаға қарай жарыққа бағыттайтын болса, яғни арнайы бір жағдайларда жарық өтпей, кері қарай шағылады екен. Яғни, егер біз жарықты бағыттайтын болсақ, кез келген бұрышқа бағыттай беретін болсақ, жарық келесі ортаға қарай өтіп кетуі мүмкін. Ал егер оны арнайы бір шектік бұрышын тауып бағыттайтын болсақ, жарық сол ортаға қарай кері шағылады екен. Енді біз қазір соны анықтайтын боламыз. Енді бізде мына жерде көріп тұрғандарында екі орта берілген. Міне, мына жерде көріп отырсыңдар, бірінші орта айырдық, яғни ауа, екінші орта, мына жерде бізде әйнек берілген. Яғни осыған, енді бұлай мен егер осылай ғана алатын болсам, онда менікі дұрыс болмайды. Солай ма? Ауа деген ол сирек орта, әйнек ол тығыз орта болып тұр, А мен қандай ортаға бағыттауым керек? Оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек ортаға қарай бағыттауым керек қой. Сондықтан мына жерден ауыстырып алайын. Әйнекті мен мынаяқтан қабылдап алайын. Әйнекті сендерге эксперимент тапсырмаға бергендіктен мен суды алайын. Бірінші орта мен үшін су болады, екінші ортаға мен ауаны таңдап алдым. Сондықтан енді қараймыз. Мына жерде мен арнайы бұрышты таңдап алайын. Қазір мен сендерге осындай тапсырманы беремін. Таңдап алдым. Енді мен істеймін, жарықты бағыттаймын. Жарықты бағыттаған кезде сендер көріп отырсыңдар, Міне бізде түсу бұрышы көрсетілген, сыну бұрышы көрсетілген, және шағылу білесіңдер, Жарықтың түсу бұрышы менен шағылу бұрыштары өзара тең болады, Сендер бұл жерде көріп тұрғанда жарық істеді, екінші ортаға қарай өтіп кетті. Енді мен істеуім керек, осы жарықтың келесі ортаға өтпей, сол ортаға кері қарай шағылу үшін мен оның несін табуым керек, шектік бұрышын табуым керек, Егер мен мына жерден жарықты, егер мен қозғалтай беретін болсам, көріп отырғандарыңыздай, жарықты егер бір 49 градуспен түсіретін болсақ, жарық не істейді екен, сол ортаға қарай кері шағылады екен. Біз осы құбылысты толық ішкі шағылу деп айтады екенбіз. Енді осы тапсырмамызды әрі қарата сендерге эксперименттік жұмыста көрсететін боласыңдар. Берілген эксперименттік тапсырманы орындап болса, енді бірінші топтың орындаған тапсырмасын тыңдайық. Сендерге берілген дискриптор алдын ала берілді. Яғни барлығы жалпы тапсырма 5 балмен бағаланады. Бірінші дискриптор дейді. Толық ішкі шағылуға сипаттама береміз. Жарықтың оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек ортаға өткен кезде байқалатын құбылыс. Толық ішкі шағылу деп аталады. Жақсы. Біздің берілген түсу бұрышымыз 31 деп алатын болсақ, оның біз 51 градуста сынғанын байқайтын боламыз. Яғни түсу бұрышы мен сыну бұрышының қатынасы бізге сыну көрсеткішін береді. Яғни 31-де 4, 51-де 4 градусқа бөлетін болсақ, 1,5-ті береді. Яғни сыну көрсеткішіміз 1,5-ге тең. Енді келесі дискриптор бойынша толық ішкі шағылудың шеттік бұрышын сыну көрсеткіші арқылы анықтайды дейді.
Оны қалай таптық? Біз шектік бұрышты табу үшін бірді сыны көрсеткішке бөлдік. Оны 1,5-ке бөлгенде 0,167 шықты. Яғни біз градусты түсу бұрышын Қанша градуспен түсіретін болса, жарық шағылады екен? 41,9. Толық ішкі шағылуды байқау үшін қажетті шарттар ол біріншіден жарық оптикалық тығыз ортадан оптикалық сирек ортаға өту керек. Екіншіден альфа нолевойдан үлкен болу керек. Альфа нолевой деп отырғанымыз бұл жерде қандай бұрыш болып тұр? Не, шектік бұрыш. Шектік бұрыш болып тұр, жақсы. Жалпы осы эксперименттік жұмыс барысында қандай қорытындыға келеміз? Біз ең біріншінде сыны көрсеткішімізді тауып алдық. Сыны көрсеткішімізді тапқаннан кейін біз шектік бұрышымызды тауып алдық. Егер де шектік бұрышымыз 41,9-дан кіші болса, ол шағылмайтын еді, тек сынып кете беретін еді. Ал бізге альфа шектік бұрыштан үлкен болу керек. Келесі оқу бағалау критерийіне мән береміз. Жарық сигналдарын тасымалдаудағы талшықты оптикалық технологияның артықшылықтарын түсіндіреді дейді. Яғни бұл бағалау критерийіне арналған тапсырманы мен жалпы сыныпқа үйге беріп жіберемін. Сендерге опто-талшықты технологияның артықшылықтары туралы, яғни біздер STEM технологиясына салып, жобалық жұмысты дайындауға тапсырма үйге берілген болады. Енді сыныптағы оқушы Жәнібек өзінің тобына осы опто-талшықты кабельді алып келген, оның біздегі кәдімгі кабельден қандай айырмашылығы бар екендігін қазір Жәнібек айтып түсіндіретін болады. Топқа мән беріп қараймыз, Жәнібек. Бұл бізде жіңішке кабель, яғни опто-талшықты кабель деп аталады. Бұның жай кабельден айырмашылығы өте көп. Мысалы, бұның жарық өткізгіштігі әлде қайда тез және де жылдам болады. Мысалға, мына лазер ақпаратқа назар аударуыңызды сұраймын. Біз осы лазердің қызыл жарығын қазір осы опто-талшықты кабель арқылы өткізетін боламыз. Кішкентай көлемде қызыл жарық көріп тұрмыз. Бұл осы кабель арқылы өткізілген лазер болып саналады. Яғни жарық осының бойында толық шағылады екен, жарық ешқайда шығып кетпейді. Осы өткізгіштің кабельдің бойында болады екен. Ол қара көріп отырсыңдар, аз ғана уақыттың ішінде жарық уже келесі жақтан шыққандығын көріп тұрмыз, жақсы. Яғни мен айтқан STEM технологиясы бойынша жоба жұмысын дайындауларын керек деген болады. Енді осыған назар аударайық. Жұмыстарын қазір оқушылар өздері қорғайды. Яғни бұл жұмысты STEM технологиясы арқылы көрсетейік деп едік. Опто-талшықты кабельдер жарық сигналдарын тасымалдау үшін қолданылады. Оны тасымалдайтын талшықтар арнайы кварцтенген әйнектен жасалады. Жарық сигналдары, жарық опто-талшықтың кабельдердің ішінен өткенде ешқайда сынып кетпейді, сол ортаның ішінде қалады. Сіздерге опто-талшықты кабельдерде жарық сигналдарын тасымалдануын осы стакан су арқылы көрсеткім келеді. Мысалы, егер мен жай осылай өткізе берсем кабельден, тогда жарық келесі ортаға өтіп кете береді ауадан. Если егер мен шектік бұрышты тауып алсам, онда жарық сол ортаның ішінде сынады. Оптикалық талшықтар қазіргі таңда ғаламтор желісін жүргізу үшін хирургия, яғни медицина саласында және де автокөлік өнеркәсібінде кеңінен қолданылып жатыр. Опто-талшықты кабельдердің жарықта таралуын біз осы модель арқылы қарастыратын боламыз. Бізге керекті құрал-жабдықтар олар 2 қорап пен 1 айна. Біз 2 қорапты 90 бұрыш жасай бір-біріне жабыстырдық, және де оның бойына жарық өткізетін болсақ, біз жарықты байқамаймыз. Сол себепті айнаны ішіне бір-біріне қаптап жабыстыратын боламыз. Және де осы кезде біз жарықты өткізген кезде біз жарықтың пайда болғанын байқайтын боламыз. Шыққанын көріп, мұны өздеріңіз байқағандай, мына жарықтың шыққанын көріп тұрмыз. Құрылысына ішкі дүниесіне келетін болса, опто-талшықты кабель бұл бірнеше қаптамадан тұратын кабель. Яғни опто-талшықты кабель өзі негізінен жіңішке шаштың диаметрінен кішкене ғана үлкен болатын проволока десек болады. Осы опто-талшықты кабельдерде жарықтың сигналдарын тасымалдау үшін біз нені қолданып отыр бұл жерде? Бұл жерде жарық импульстерін қолданып. Жарықтың импульстерін қолданып. Бүгінгі сабақтан түйгеніміз бойынша өзіміз рефлексия берейік бүгінгі сабаққа.
ердәулет жақсы айта ғой. Бүгінгі тақырып арқылы мен түсінгенім оптоволокно интернет желісінде жақсы екенін түсіндім. Менің болашақ мамандығым IT программист болғандықтан бұл маған аса қажет екенін түсіндім. Бұл арқылы мен программаларды тез әрі тиімді қылып пайдалануға болады екен. Жылдам, тез программа жазасың, ақпаратты тез алмасасың, осы кабельдің осындай артықшылығы бар екендігін көрдік.